Dur babamız kırgan тербетіп баламызды бір оянды оян деп қазақ саламыз ұран бабамнан анамнан қалған жерімді қорғап ел жоқ тәуелсіз күніңнің құны қан мен жыршыларда жоқ ей қазақ салтыңды сақта қаратпа халқыңды жақ қолыңды көтеріп көкке жалбарын қақ ертеңім болсын деп жарқын таңдарым болсын деп ақ тәңірендірейміз мәңгі қалмай бер алаштың халқын ұлы дала ұлы мекен жер жаһандардың дәлі қазақ елі Ассалаумағалейкум. Ұлттық өнерімізді төрге оздырып, ұлттық музыкамызға қошемет білдіруге келген қадірлі көрермен. Қош келдіңіздер. Дәуірлерден дүбір жеткен күйшілер мен небір дүрлердің махам саз сарындарын бүгінгі күнде насихаттап жүрген алдарыңыздағы Хассақ тобына 10 жыл арғысы грек жазбаларында, Фирдаусидің шахнамасында, бергісі Шерхан Мұртазада Хассақ сөзіне еркін, нағыз сақ деген анықтама беріледі. Ендеше осы ұлттық мұрамызды бүгін сіздердің алдарыңызда паш етпекшіміз. Келесі орындалатын туынды Тұран жолбарысы деп аталады. Осынау рухты тіршілік иесінің сұлбасын сазбен суреттейміз.
Хасақ құрылғаннан кейін өзімізге қамшы басар, өзімізді қамшылайтын туындыны шығаруды жөн көрдік. Өнер жолында жүргеннен кейін не бір қиындық, не бір кедергілер болатынын білеміз. Дегенмен оған қарамастан өсуіміз керек, дамуымыз керек, өрлеуіміз керек дедік. Осы жолда жүруге бел байладық. Өрлеу туындысы. Алдарыңызда бүгін тұсау кесіліп отырған
Сақ Саунд оркестрі. Дирижер Аршат Шәріп. Және Сақ Саунд хор болатын. Бүгінгі сахнада қандай аспап өнер көрсетпесе де, барлығы бір тілде сөйлейді. Ол махаббаттың, мейірімнің тілінде. Сахнаға Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының талантты скрипкашысы Ақнер Айлин қыздарымызды шақырамыз. Ақбаян композициясы.
Бабалар сөзі ақылдың көзі ғой шіркін. Сол асыл мұрамызды жаңғырту біздің кәсіби парызымыз деп білеміз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға сонау 14-15 ғасырлардың тоғысында ғұмыр кешкен Асан Қайғы бабамыздың толғауымен Бейбіт Оралұлының әуеніне қосылып жазылған туындыны орындап бермекшіміз. Баршаларыңыздың сүйікті әншілеріңіз, халықаралық конкурстардың лауреаты Айри қыздарыңыз. Қарсы алыңыздар.
Көлде жүрген қоңыр қаз су қадірін не білсін. Қырда жүрген дуадақ су қадірін не білсін. Көшіп қонып жүрмеген жер қадірін не білсін. Көшсе қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылына көнбеген жұрт қадірін не білсін. Шынымен де, жер үй іздеп жер шарлаған Асан Қайғы бабамыздың осынау сөздерінде қаншама терең мағына жатыр. Қазақ даласында қасіреті жасқа толған жер көп ақ. Соның бірі Арал теңізі. Шын мәнінде Аралдың тартылуына қазақтың ғана қайғысы емес, жалпы адамзаттық апат. Біз де осыған өз үнімізді қоссақ деп Аралым деген шығарма жазған едік. Қабыл алыңыздар.
Ал енді келесі орындайтын шығармамыз түрік халқына Ұлы Селжүктер атты тарихи сериалына арнайы түрде хастақ тобымен саундтрек жазып берген болатынбыз. Сол шығармамызды орындап бермекшіміз. Жорық шығармасы. Қабыл алыңыздар.
келесі тыңдайтын шығармаларыңыз қазақ халқының басынан өткен кешкен тар кезеңін суреттейді. Самал тау. Қазағым елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып. Тонауда малың, қамауда жаның. Аш көзіңді оянып. Қанған жоқ па әлі ұйқың? Ұйықтайтындай бар, не сиқың? Біз жаяумыз, жаяудан да баяумыз. 15 күндей жүргендей, омбы жаққа ей таяу. Ат емес біз жаяумыз, жаяудан да баяумыз. 15 күндей жүргендей, омбы жаққа көрген күннің май есімей қайта түссе берді кір жуып кіндік кескен ай туған жерін жаяумыз, жаяудан да баяумыз. 15 күндей жүргендей, омбы жаққа ей таяу. Ат емес біз жаяумыз, жаяудан да баяумыз. 15 күндей
жасым бар қос мүшелдей жылым сүйір тағдырдың айдауымен ай кеттім қиырай самалтау қайран елім артта қалдай адасқан өрісінен ай біз бір үйір-ай еместі жаяумыз жаяудан да баяумыз 15 күндей жүргендей омбы жаққа ей таяу еместі жаяумыз жаяудан да баяумыз 15 күндей жүргендей омбы жаққа ей таяу әке шешем бар еді жасы жеткен кәрі осынау әнге салдырған 16-ның зар еді самалда Қазақ эстрадасының талантты дарабозы Ұшқын Жамалбек және Әбілқайырхан Бейсеков. Осы ортада өнерді түсінетін, өнер десе, оның ішінде сап, қазақи, байырғы қазақтың өнері десе, ішкен асын жерге қоятын талғампаз көрермендер келіп отырғанына мен күмән келтірмеймін. Мен достарымның кешінде өздеріңіздің сүйікті әндеріңіз, біздің бабаларымыздың бізге қалдырып кеткен мұрасы, халық әндерінен бір сіздер біздер болып бірге бір-екі ән шырқайық. Айналайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жарды ер жігіт қайдан таппақ. Көрген адам қасыңа кете алмайды мұз үстіндей, тайған ақтап дедім аяу, алма ағаштың біріндей ау, текеметтің түріндей ау. Тамаша! Бірге! Алма ағаштың түріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр.
тоқта. Бұлай болмайды, кәнеки көрейік бәріміз бірге. Жатыр едім көгалда. Түшен шабып ай, шай көйлегім суылды. Жаңбыр жауып ай, сен есіме түскенде қимас қалқам ай, ақ боз аттан жығылдым. Басым ауылым сенің іргеңдей, айтарыңды айтып ауылым сенің іргеңдей, айтарыңды айтып қош бол сәулем көргенше, қайтайланып келгенше, күәніңе берік бол, мен сендікпін өлгенше. Ауыл сенің іргеңде, шайменің іргеңде, айтарыңды айтып отырмын ғой жүргенде. Қош бол сәулем көргенше, қайтайланып келгенше, күәніңе берік бол, мен сендікпін өлгенше. Туған жеріне ән арнамайтын композитор, өлең арнамайтын ақын, сағынбайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Біз есейіп кетсек те, балалық шағымыздың ізі қалған туған жеріміз жүрегімізден ешқашанда өшпейді. Қазір сіздерді қарыс жері қасиетті, сүйем жері сүйкімді боп саналатын, жалаң аяқ жүгіріп жүрген балалық шаққа саяхат жасауға шақырамыз.
Ендігі орындалатын шығарма түрік бауырларымызға, түркі тілдес елдерге, біздің бауырларымызға арналады. Қанымыз бір, түбіміз бір, бірлікте болуымыз тиіс. Сондықтан басымызды біріктірсін деген ниетпен түрік қаған деген туынды жазған болатынбыз. Сол туындыны бүгін оркестрмен, хормен алғаш рет орындаймыз. Сен ер түріксің, түбін арлап, сағын ол бәрінен ұлы болған. Басын деген бірі қалмай, атилы көп бөрі ұлығанда. Сен түріксің, аны болмай, ораны қалышпен қана былай. Сен ерітеп, қана құдай, көңіліне келеді жанары бай. Сен түріксің, оғыз тастап, османы қылышы қолын ұстап, хан сөйлеген жолды бастап, аты түрік бесе болмаса. Сен түріксің, өткерелер, қаһарман қалған өткерелер, ерлігілер, өңгелер, қарамақ талғар ерлігілер. Әрине, бабалар жолы біз үшін әрдайым темір қазықтай болғай. Жеті түнде жарық берер, айдай алдымызда асқартау ағаларымыз бар. Олардың бізге ұстатқан өнегелі туы нық тұрғанда ұлт бірлігі әрдайым биік болғай. Асыл сөздің абзалы алғыс болса, сол таудай тұлғаларға ән арқылы өзіміздің өнерімізді арнағымыз келіп отыр. Алдарыңызда жас, талантты әнші Маченский.
25 жылға жуық осы сахнада біздің қазақтың мақтанышына айналып, бүкіл әлемді бағындырып, кезінде Американы бағындырып, алтын әкелген біздің біртуар өнер азаматтары, үлкен ұжым Ұлытау тобын ортаға шақырғымыз келеді. Ұлытау Махамбет Жұмырғылыш.
Құрманғазының күйлерінің элементтерінің негізінде туынды шығарған болатынбыз. Осы туындыны Ұлытаумен бірге орындап берейік. Қасақ Құрманғазы.
Рахмет. Ән айттық, әннен шашу еттік, енді неге күйден шашу етпеске? Күй тартпасқа.